Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен қысқа осы көк шөптерді көк күйінде әдемі етіп сақтаудың жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырша белгісін басып қойыңыз. Сонда алғашқылардың бірі болып видеоларымды тамашалай аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, осы көк шөптерімізді укроп және осы көк пияздарды пайдаландым. Жуып, жақсылап жуып, тазалап алып, майдалап, туралап алатын боламыз. Майда етіп турап алдық. Және мен осындай мұз қатыратын мұздың қалыбын пайдаландым. Осыған турап алған көк шөптерімізді салып аламыз. Укроп және үстінен көк пиязды салып шықтым. Енді мен тек осы екі түрін ғана пайдаландым. Сіздер басқа кез келген шөптердің түрлерін осылай пайдалансаңыздар болады. Кішкене көтеріліп тұрады екен, үстінен басын қырап шықтым. Және оның үстінен аздап су құйып шығатын боламыз. Осы көк шөптердің деңгейімен бірдей етіп су құятын боламыз. Сонда бізге осы көк шөптер осы көк күйінде әдемі иісімен жаңа өсіп шыққандай әдемі хош иісті болып тұратын болады. Және осындай кекс қалыптарын пайдаландым. Енді сіздер өздеріңізде бар қалыптардың кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Қалған бөлігінде салып су құйып дайындап алдым. Және де морозильникке қатқанша кемінде 3-4 сағатқа қалдыратын боламыз. Менікі осылай дайын болды. 3-4 сағаттың ішінде қатып дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай 4 бұрышты кубик тәріздес көк шөптеріміз дайын болды. Енді иісінің өзі бүкіл холодильниктің ішін алған екен. Иісінің өзі тамаша болып тұр. Осылай дайындап қойсаңыздар, қыстың күні кез келген тамағыңызға, сорпаңызға қосып жесеңіздер өте керемет болып шығары сөзсіз. Иісінің өзі сол күйінде сақталынады екен. Кекстің қалыптағындағылар да дайын болды. Достар, міндетті түрде осы лайфхакты идеяны пайдаланып жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және осындай аузы осылай мықтылап жабылынатын пакеттерге салып сақтап қоя аласыздар. Морозильникте тұра береді, ешқандай да бұның сұрығы өтпейді, сол күйінде сақталынып тұра береді. Достар, барлығын осылай дайындап пакетімізге салып морозильникке сақтап қоюымызға болады екен. Пайдаларыңызға жарасын. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Және де видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.